Жазушы Сәкен Жүнісов неге сері атанған? Сәкен Жүнісовті біз Жапандағы жалғыз үй, Аманай мен Заманай, Ақан сері романдары арқылы танимыз. Ол кісі тек шебер жазушы ғана емес, сонымен қатар мықты әнші де болған екен. Қараңыздаршы, мына тыңдап көріңіздерші. Дауысы қандай керемет, өте зор, сондай мықты әнші де болған, домбыраның құлағында ойнаған күйші де екен. Тіпті ол кісі балуандығы да бар көрінеді, өзі өте алып тұлғалы кісі болған. Сонымен қатар конькиді де шебер тепкен дейді. Сөйтіп, оның әрі ақан серіні жазғаны бар, әрі өзі Көкшетау өңірі сал серілердің өңірінен шыққандығы бар. Ол кісіні халық сері деп атай бастаған екен. Ал негізінде бұл атауды ресми түрде қойып берген ол Ғабит Мүсірепов екен. Енді біз 19 ғасырда сал серілер болды, оны білеміз, ал бүгінгі біздің заманымыздың серісі ол осы Сәкен сері деп атаған көрінеді. Міне Сәкен Жүнісов содан бері сері атаныпты. Бізде сері десе, бұл бір қыз-қырқынға жақын адамдарды айтады. Ал Сәкен атамыздың өзі естелігінде айтады, енді әйелі ертерек қайтыс болған ғой, 50 жастың үстінде әйелі қайтыс болады. Сол кезде ол үйленбей, 3 баласына өзі қарап қалады. Сонда неге үйленбейсіз, серілігіңіз бар ғой дегенде, ол серілік деген қыз-қырқынға жаңағындай құмарту тек қана содан тұрмайды. Менің мына жақта кішкентай 3 балам бар, жарайды маған әйел табылар, оларға ана табылар ма деп өмірінің соңына дейін сол жалғыздықта өткен екен. Міне біздің заманымыздың серісінің тағдыры осылай аяқталған.